Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып, арнама жазыла отырыңыздар. Асқар мен Салтанаттың отастағандарына 10 жыл. Алтын асықтай, күміс қасықтай 2 ұл мен 1 қыздары бар. Біреуден ілгері, біреуден кеш өмір сүріп келе жатқан отбасы. Бірақ отбасы деген аты ғана. 3 бала шағасы үшін ғана жастыққа бас түйістіріп, бір шаңырақ түтінін түтетуде. Дәлірек айтқанда тек қана Салтанат қолынан келгенше үлгілі отбасы болуға тырысады. Ал өзінің сырты бүтін, іші түтін күндес абысындар мен атжалман енесі тұрмысқа шыққаны бар, шықпағаны бар, тағы бет теріс келіспеген қайынбикелеріне шыдау оңай емес. Таңертеңгілік ерте тұрып, 6 тапан нан жауып, 6 сиырын сауып, сағат тура 8:30-да ыстық тапан нанға сармай салып, 2 иығы бүркілдеген самауырмен таңғы шай беру керек. Бұл үйдің адамдарының тәбеттері тым керемет еді ғой. Бәтшағарлар бір отырғанда 1,5 самауыр шай ішетін. Bir қазан тамақ түк болмай, соңында қасықтары табақпен тықылдап соғысып жататын. Қара шаңырақ деп келіп кететін адамдар бар. Одан қалды кешкісін жиналып күліс ойнайтын бай құрдастары тағы бар. Ең сорақысы да сол еді. Таңға дейін карта ойнаса да байғұс келіншек қалғып жүріп дембіл шай тасушы еді. Аптасына 3 күн міндетті түрде бұл үйдің ауласында жазғы асхана тура Қапшағайдың казиносына айналатын. Соның өзінде Асқардың Салтанатқа еш құрметі болмады. Көрсетпеген азабы жоқ. Әр жұма қатынды ұру керек деп, бір молдасымақтың айтқанын істеп, бейшара келіншекті дымын қалдырмай сабап тастайтын. Мұрны қайнап, басы жарылып жатса да, енесі қыздарын қасына жинап алып, тілінен тапқан шығар деп отыра беретін. 3 бала шағасы шырылдап, бір бөлмеге тығылып жылап отыратын. Содан болар, әкелерін жек көреді. Әсіресе тұңғышы Сырым өте кекшіл. Анасының зар еңіреген даусын естігенде бірнеше рет араша түсем деп өзі таяқ жеп қалды. 9 жасар балада қайбір күш болсын. Әкелері бір ұрып қабырғаға жабыстырып жіберуші еді. Әбден құры сүлдері қалғанда ғана есінен танып, мұрны, аузы қанағанда тоқтайтын күйеуі. Ертесіне денесін ала алмай тұрса да, бет аузы көгалы қойдай болып тіршілігін жасап жүретін. Соның өзінде кетпейді. Өйткені барар жері, басар тауы жоқ. Төркініндегі 90-ға келген әжесі қалай пана болсын бұл байқұсқа. Ал жеңгесі 2 күннен артық тұрғызбасы анық. Ағасы сорлы біреу. Сондықтан шыдап, әліптің артын бағумен таң атып, кеші батуда. Қайын жұрттың қорлығын көріп келе жатқанына міне 10 жыл. Әлі де жалғаса берер еді, егер дәл осы күнгі өмірін түбегейлі өзгерте қоюға оқиға орын алмағанда. Жаздың жайлы кештерінің бірі. Ауладағы тапшанда кешкі астан соң дастархан жинап жүрген Салтанаттың көзі дарбазадан кіріп келген 2 келіншекке түсті. Айдың күні аманында бұл үйге келіп кетуші ағайын көп. Бірақ бұл кісілерді Салтанат танымайды. Тапшанның төрінде жантайып жатқан атасымен мұрнының ұшына көзілдірі кіліп газет оқып отырған енесі де әлгі кісілерді танымай таңырқап қарап тұр. Салтанат мән бермей ыдыстарды жазғы асханаға тасып тіршілігін жасап жүр. 2 келіншек тапшанға жақындай келе, кеш жарық, Асқар осы үйде тұрады ма? Деп амандық саулығы жоқ зіркілдеп сұрады. Төрдегі атасы орнынан тұрып, молдасын құрып отыра, Асқардың үйі осы, кім боласыздар деп сынай сұрады. Әшейінде төбесінен сөз асырмайтын, сен тұр, мен ұрайын дейтін енесінде үн жоқ. Тапшанға жақындағанда ғана 2 келіншектің бірі жасы 50-ден асқан апа екені анық көрінді. Кешкі мұрттан арықша келген тұлғаны анықта көре алмаған Салтанат енді ғана байқап тұр. Сол апа тапшанның шетіне ыңғайлана отырып әңгімесін бастады. Амансыздар, есімім Балзия. Шәуілдірден келіп тұрмын. Асқарды іздеп жүрміз. Асқарға келдік. Өзі қайда? Асқар жұмыста. Мен әкесімін.
Мынау отырған шешесі. Не уәжбен келдіңіздер? Себебін айтыңыздар. Әкесі болсаңыз айтайық. Анасы сізде тыңдаңыз. Бірақ сабыр сақтаңыздар. Алдымен әңгіменің байыбын тыңдап алғайсыздар. Менің 17 жасар қызым, сіздердің ұлдарыңыз Асқардан аяғы ауыр. Кәмілетке толмаған. Қайдан ғана танысып, табысқанын білмедім. Оңбаған қыз аяғы ауырлап қалғанын өзі де білмейді. Мына тұрған жеңгесі байқады. Толып жатыр деп мән бермей жүргем. Бір күні төбеме жай түскендей осы хабарды келінімнен естідім. Өлерімді, көнерімді білмей жүр. Ағасы, қызымның мойнын үзуге бармын. Бірақ ұлдарым мен шалымнан қорқып әлі айтпадым. 4 айлық екен. Ішіндегісі жыбырлап қалыпты. Кеше оңашаға шақырып сөйлестім. Біздің ауылға сіздің балаңыз вахтамен жұмысқа келеді екен. Құрылысқа. Сөйтіп бір күні Бешірге барғанда танысқан екен. Өзің ажырасқанмын. Әйелім жүргіш болды. Бүкіл ауылға мені қарабет қылды. Содан семья бола алмадық депті. Менің ақылсызым соның сөзіне иланып, құлай сүйіп, ақырында етегіне ие бола алмапты. Сіздер де ата-анасыздар ғой. Мен анамын. Қалай қылайын? Айтыңыздаршы. 2 ұлым бар. Олар есте жалғыз қызымды тіріле көміп тастайды. Өзі өлсе еш нәрсе емес қой. Ішіндегі жазықсыз шарананың кінәсі қайсы? 3 түн қан сиіп ұйықтай алмадым. Ағасы-ау деп сөзін аяқтай алмай еңіреп қоя берді. Айнала құлақ түргендей тыныштық орнады. Салтанатта үн жоқ. Өңі, түсі екенін ұқпастан отыр. Атасы келіне бір, кемпіріне бір қарап ол отыр. Енесі көзілдірігін тістеп, газетін умаждап ол отыр. Тыныштықты бірінші болып атасы бұзды. Енді бізден не сұрап отырсыздар? Еркекке сенгенше екі босағанға сену керек. Қыз баланы көрінген еркектің қойыннан құламауға тәрбиелемеген өздеріңізден көріңіздер. Асқарымның келіншегі міне отыр. Ешқайда кеткенде жоқ. Ешкіммен жүргенде жоқ. Жаңа өздеріңіз кірген жасыл дарбазадан шықпағанға 5 күн болды. 30-дан асқан еркектің етегін ұстайтын қандай қыз ол? Деп атасы қаһарлы көздермен келген апайды түйреп алды. Ағасы, маған несіне дүрсе қойып тұрсыз? Қызым осындай болсын деп Құдайдан сұраппын ба мен? Баланы туамыз ғой, бірақ мінезін тумаймыз. Қызымның мінезі үйде, қылығы түзде деуші ма еді. Мен де жетіскеннен келіп тұрғаным жоқ. Болған іс болды, бояу сіңді. Енді мәселенің шешімін іздейік сізбен біз болып деп, Балзия жалынғаннан кейіп танытты. Әй, айналайын, мені тыңда. Мұнадан бері үндемей отырғанға мені мылқау деме. Қызыңды ұлымыздың астына салып бергеніміз жоқ. Бізден не сұрайсың сен? Ақша керек десең оны айт, деп енесі әңгімеге кірісті білекті сыбанып. Мен сізден ақша сұрап отқаным жоқ. Ал енді айтсайшы, не үшін келдің? Асқарыма тоқалдыққа әперейін бе қызыңды? Міне келінім, әне балаларым, ойнап жүр көшеде. Маған не дейсің енді? Менің қызымның ішінде де сіздің немереңіз ғой апа. Мен сенің қызыңнан немере сұрамадым. Өздерің бір нәрсе қылып шешіңдер енді. Асқар қазір Атырауда. 1 айдан соң келеді. Апа, ауыз біршілікпен шешейік. Егер арыз жазсам, ұлың түрменің түбінде шірейді. Әрине, ұлдарым түрмеге дейін жетсе. Сотталғанына қуанасыз әйтпесе апа. Ойланыңыз, Асқар үйленеді. Әкем мен апамнан не сұрайсыздар? Өзіміз шешетін мәселе. Тек Асқар жұмыстан келсін. 1 аптадан соң келеді. Өзімнен хабар күтіңіздер. Бізде бұл мәселені бір жақты қарамай өзінен сұрайық деп Салтанат үйге кіріп кетті. Үйленген несі? Келін-ау, 2-ші қылып әпермекшісің бе? Қызық-ей, осы қазіргі жастар. Түрмеге кетсе кетсін деп атасы бұрқылдап отыр. Аға, 2-ші қылып әперсеңіз де келісім береміз. Тек ұлдар мен әкелері естімесе болды маған, деп Балзия жылап сықтап, орнынан сүйретіліп тұра келінін ертіп шығып кетті. Енесі сол күйі жақ ашпады.
Шырайлы кештің шырқын бұзған шақырусыз қонақтар кеткен соң атасы келінін шақырып алды. Әлі де ашу басылмаған шал салтанаттың айтқан сөзінде бір мән бар екенін біліп отыр. Сол мәннің мәселесін майшамен қарамақшы. Келін, деп жуан даусымен найзағайдай күркірей шақырды. Иә әке, деп әшейінде әу ата деп жүгіретін келіні осы жолы даусындағы зілдіп жасыра алмады. Кел мұнда, тыңдап тұрмын. Асқар үйленді дегеніңе жол болсын. Енді не істейді? Әке үйленбей, біреудің өрімдей қызын бүлдіріп отыр. Аяғы ауыр дейді. Естідім. Бірақ ол рас. Ақпарат па жоқ па белгісіз. Бәлкім ол Асқардікі емес шығар. Тексерту керек. Тексертіңіздер. Маған бәрібір. Бірақ сол тексеріске дейін апарғанда Асқардікі болып шықса, онда балаларыңыз сотталады. Не деп отырсың сен ей? Деп осы кезде енесінің бағанадан бері сөніп тұрған санасы іске қосылды. Апа, мен ақиқатын айтып тұрмын. Тоқташы, сен кемпір, деп атасы кемпірін атарға оқ таппаған соң көз қарасымен маңдайдан бір-ақ атты. Мен неге тоқтайды екенмін? Мен шешесі болған соң жүрегім ауырады. Қарнымды жарып шыққан шұбар жылан емес пе әкесі-ау? Мына қатын сотталады деп бейқам айтып тұрғанына жыным келіп кетті. Үлкен түр демейді. Көргенсіз. Әке шеше көрмеген сорлы әке шеше сыйлауды қайдан білсін деп тілі ене бар ашуын келіннен алды. Апа, жетер. Әке шешемді қозғамаңыз. Әке шешесіз өсуден мен Құдайдан тілеп алғаным жоқ. Әке шешем болмаса да әжемнің тәрбиесінің арқасындағы осы уақытқа дейін алдарыңызды кесіп өтпедім. Тәрбие туралы сіз айтпай-ақ қойсаңызшы маған. Сіздің берген тәрбиеңіз мықты болса, Асқар осындай иттік жасамаған болар еді маған деп, бірнеше жыл бойы ішіндегі қақталып қалған ашуын шығарып, көзіне келген жасты жасырмады. Менің балам кінәлі де емес. Ол қатын оттап кетті. Сенбеймін деп енесі бет бақтырар емес. Сенбесеңіз неге онда үнсіз отырдыңыз? Айтпадыңыз ба өтірік деп? Үнсіз тыңдап отырдыңыз емес пе балам келсін? Балам келгесін бәрі өз орнына келеді. Және сенден мына қылығың үшін жауап бересің деп, іргеге бетін бұрып, теріс қарап газетін әрі қарай оқып отырған кейіп танытты. Әдеттегідей түскі астан соң Асқар келді. Үйге кіре сала, ассалаумалейкум. Уә рахматулла баракату деп дауыстап табалдырықта тұрып амандасты. Балалары әкелерінің алдынан жүгіріп шықпады. Келіншегі де қолындағы сөмкесін алып күтіп алмады. Әке шешесі орындарынан қозғалмастан отыра берді. Әй, молдасымақ, бері кел. Қораздай ойбайламай деп төрде отырған әкесі амандық саулықсыз ұлын қасына шақырды. Қалайсыз әке? Деп Асқар ентелей амандасқысы келді. Әй, иттің күшігі, күндіз имам түнде иван екенсің ғой, өзіңа деп қолын алғысы келген баласының қолын қағып жіберді әкесі. Ойбай-оу, әке, не боп қалды? Кірместен жағадан алдыңыз ғой деп бұрқылдай сөйлей анасына қолын созды. Кетшей жүгірмек, осындай сорақылықты көрейін деп тудым ба сені? Деп анасы да баласының қолын алмай кері қайтарды. Апау, не болған сендерге? Адам өлтірген адамдай маған жиіркене қарап тұрсыздар ғой. Шәуілдірден бір қатын келді. Қызым 2 қабат, балаңнан дейді деп әкесі баласына әңгімені төтесінен бастады. Кім деп Асқар аң-таң. Әй, бала, ойнамай жөніңді айт. Распа 17 жасар қызбен көңіл қосқаның деп анасы да қосыла сұрақты оқша боратты. Қандай қыз? Не айтып тұрсыздар? Балзия деген қатын келді. Маржан деген қызы сенен аяғы ауыр екен деп шешесі бәрін басынан айтып берді. Асқар жерге отыра кетті. Манадан бері сырттарынан бақылап тұрған салтанат бозарып кеткен күйеуінің түрін көріп, теріс бұрылып бөлмесіне кіріп кетті. Ақырындап киімдерін жинап жүр. Кеудесі еңіреп тұрса да көзінен жас шықпады. Әбден ашу ызаға булығып қалған келіншекке 2 қойың 1 сом 50 тиын болып тұр.
Арғы бөлмеде айқай-шу, еміс-еміс атасының боғауызы естіледі. Араға 1 сағат салып ғана Асқар бөлмесіне кірді. Салтанат, сөйлемеші. Салтанат, түсіндірейінші. Нені түсіндіресің? 3 балаң бола тұра біреудің қаршадай қызын 2 қабат қылғаныңа түсініктеме бар ма? Мен жай уақыт өткізейін деп бұлай боларын ойламадым. Ақмақ, өзіңде қыз өсіріп отырсың. Өмірдің бумеранг екенін ұмытқан екенсің сен. Сенің күнәларың мен күнәларың үшін балаларым жауап бермесін. Менің ақ шыдағаным жетер. Шыдамның да шегі бар. Сен үшін талай қорлық көрсем де төзіп едім. Сенің мына айттығыңа төзе алмаспын деп балаларын алып сөмкесін көтеріп шығып кетті. Атасы иек сақалы кемсеңдеп немерелердің бетінен келіннің маңдайынан сүйіп, зейнетақы алған сайын кемпірінен тығып жинаған 200 мың ақшаны қолына ұстатып, кешірім сұрап шығарып салды. Болмашы затқа ұрыс шығарып, өмірде көңілі толмайтын енесі де еңіреп жылап, келініне 150 мың ақшасын беріп, әрқашан немерелеріне барып тұратынын айтып қала берді. Көлікке отырып Салтанат төркініне қарай тартып барады. Артында 10 жыл өмір қылып қалып барады. 10 жыл бойғы қорлық пен азап, 10 жыл бойғы реніш пен өкпе, 10 жыл бойғы қу тіршілік пен шаршау, бірақ сәтте нәтижесіз қалған сайыс-сай қалып барады. Кім күшін көрсетті? Өмірлік серігім деп таңдағаны Асқар үшін. Ал ол болса, әй өмір-ай, біреуге бақытты үйіп төгіп берсең дағы, енді біреудің көңіліне қоқымдай қуанышыңды қимайсың. Желмен жарыса зулай ұйытқыған көлік демде-ақ туып өскен ауылған әкелді. Кезінде осы ауылдан үлкен отбасылық өмірге бақыт іздеп аттанып еді. Ал енді міне араға 10 жыл салып, 3 перзентімен қайта келіп тұр. Әрі қарай не болары өзге түгілі өзіне түсініксіз. Бір білері жаңа өмір. Бірақ ол өмірді қай жерінен жаңадан бастайды? Қайда барады? Кімге барады? Саны алуан сұрақтар сорлы келіншектің санасын солқылдатып тұр. Бәрін түсініп біліп келе жатқан сырым ғана. Ол да үнсіз. Әлсін анасына қарайлап, 2 кішкентай бауырларын қолынан тастамай ертіп келеді. Тіпті мейрам мерекеде келгісі келмейтін қыз үйіне қайта табан тіреп тұр. Қыз күнінде өзі көрген жеңгенің сорақылығын енді балалары көреді ме деп қорқып тұр. Бірақ амал жоқ. Әзірше кем дегенде 1 ай тұру керек. Бала шағасымен үйге кіріп келген қайынсіңлісін көрген жеңгесі сызылып амандасып қал жағдай сұрасты. Әжесінің қолын алып неліктен келгенін айтпады. Айта алмады. Жеңгесінің қас-қабағына қарап үндей алмады. 3-4-ке қыдырып келгенде кейіп танытты. Ең қорқыныштысы да осы. 3-4 күннің ішінде баратын жер табу керек. Әрі ойланып, бері ойланып кластасы Марал есіне түседі. Қалада бірнеше дүкендері бар Марал өте ақкөңіл жан. Екеуі 11 жыл бір партада отырды. Бұл Асқарға тұрмысқа шыққанда қыз жолдас болып еріп барғанда Марал болатын. Бірақ кейін келе қайын жұртының көңіліне қарап құрбысымен араласуды қойған еді. Маралдың туыстарынан нөмірін алып, оған хабарласып бар жайды түсіндірді. 2 құрбы бірнеше сағат бойы сөйлескен. Ақырында қалада кездесетін болып шешті. Төркініне келген 4-ші күннің таңы атысымен Салтанат 2 баласын алып қалаға құрбысына жол тартты. Автовокзалда екеуі құшақтасып, көз жастарына ерік берді. Салтанатты 3 баласымен үйіне орналастырған Марал одан ешқандай пәтерақы да алмайтынын айтты. Өзі де бір ұлмен күйеуімен ажырасып, өзі әжесінен қалған 30 бас сиырды сатып бизнесін бастаған екен. Әдепкіде талай тар жол тайға кешулерден өтсе де барлық адал жүріп, ақ сөйлейтін жалғызбасты әйелдердің көрген қиыншылығын ол да көрді. Еркексіз әйелге кім қызықпасын? Марал да бет біткеннің сұлуы. Оны таныған еркек кіндіктілердің арасында сөз салмаған қалмаған шығар сірә. Дегенмен оқ бойын таза жолдардан тайдырмады. Ұлының алдында ары тазаны.
Салтанат барлық жағдайды анасынан бастап үтір нүктесін қалдырмай айтып берді. Екеуі түні бойы ұйықтамай сырласып, сөз соңында Марал Салтанатты қаланың ортасындағы шағын ғана азық-түлік дүкеніне әзірше сатушы болып жұмысқа алатынын айтты. Кейінірек әбден үйренген соң сол дүкенді өзіне жалға беруге келісті. Маралдың жалғыз ұлы мен Салтанаттың 2 ұл және 1 қызы тіл табысып кетті. Қызым балабақшаға, ұлдарды жаңа мектепке орналастырды. Салтанат араға 1 апта салып, 2 ұлының құжаттарын алуға ауылына барды. Біржола киімдерінде әкетуге үйіне жолығуды жөн көрді. Маралдың көлігімен зуылдап ауылға да жетіп келді. Құжаттардың реттестіріп болған соң қайын жұртының үйіне келді. Дарбазасынан кіре сала алдынан жүгіріп шығып, сәлем салған жас келіншекті көргенде талып қала жаздады. Құдай қосқан күйеуі Асқар бас-аяғы 10 күннің ішінде 2-ші рет үйленіп үлгеріпті. Атасы мен енесі төмен қарап, сарайға жинап қойған киімдерін жүгетіп тиеп берді. Қайын сіңлілері жылап шығарып салды. Қалаға қайтар жолда Салтанаттың өзегі өртеніп жылап келді. 10 жыл уақытты санасынан өшіру оңай емес. Әлгі көрініс оны қайта қайрап жібергендей. Қалаға жеткенде ашуы ызаға булыққан келіншек жаңа өмір бастауға батыл қадам басты. Бойындағы қорқынышты жеңіп, алға мақсат қоя бастады. Салтанаттың дүкендегі жұмысы басталғаны 2 ай болды. Біршама клиенттермен танысып, ортақ тіл табысып та үлгерді. Марал бірінші кезекте Салтанатқа су жаңа ұялы телефон әперді. Оған қоса ай сайын зейнетақы қорына 20 000 ақша салып, қолына 100 000 теңге айлық беріп отыр. Үйге азық-түлік алғызбай, айлығын есепшотқа салып жинауға кеңес берді. Балаларында Салтанаттың өзінде бірсыпыра киіндіріп, бастан аяқ жаңа киім әперді. Олардың қазіргі көздегені пәтер алу. Бұл 2 құрбық тағдырлас қыздар. Екеуі де аналарынан ерте айырылған. Марал күйеуге шығам дегенше әкесі болды. Кейін ұлын босанған соң кенеттен әкесі науқастанып дүниеден өтті. Ал Салтанат бала кезінен тұл жетім. Анасы да әкесі де өмірден ерте кеткен. Ағасы екеуін әжесі тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірді. Бірақ ағасының әйелі дұрыс болмады. Салтанатты дүкенге келуші клиенттердің барлығы дерлік ұнататын. Күлкісі күндей, өзі нұрдай келіншек, адамдар өзіне бір көргеннен баурап алатын қасиеті бар. Әрдайым күлімсіреп, сыйластық танытып тұратын келіншек Ибрахим ағайға да ұнап жүр. Ибрахим ағай жасы 60-ты алқымдаған, шашына енді ғана ақ түскен, бойын тік ұстап жүретін өте тазайым кісі. Өзінің жүрісі де ширақ. Күлімдеген жүзін торылдай бастаған білінер білімдес әлжімдері болмаса, бұл кісіні 60-қа жуықтаған деп ешкім айтпайды. Сөз саптауы мен ой баптауы ерекше. Тура кинолардағы ақ сүйекті интеллигент дерсің. Ибрахим ағай осы маңдағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде тұрады. Күнделікті таңертеңгілік таңғы шайне балғын бөлішкесін Салтанаттың дүкенінен алады. Осылайша амандық саулықтан басталған таныстықтары басталды. Салтанаттың сұлулығы мен сөйлеу мәнері, сыпайылығы ағайды өзіне тәнті етті. Болмашы сылтаумен дүкенге келіп, Салтанатты бір көруге ынтық. Келген сайын әдемі келіншекке комплименттер айтып, төбесін бір елі көкке жеткізбей кетеді. Салтанатта Ибрахим ағайдың келетін уақытын және онымен 10 минут болса да әңгімелесетін сәтті күтеді. Ағалы қарындастай араласып жүргендеріне міне 1 жылдай уақытта өте шығады. Бірде әдеттегіде Ибрахим ағай дүкенге келгенде Салтанат жылап отыр. Әрдайым күліп отыратын келіншектің көз жасын көріп қорқып кетті. Салтуша, сәлем, не болды саған? Неге жылап отырсың? Саламатсыз ба көке? Ой, несін сұрайсыз? Дүкенімізді жапқалы жатыр. Санитарлық нормаларға сәйкес емес дейді. Өртке қарсы бөлімшенің де қажетті құжаттары жоқ екен. Құрбыма айтқан едім, бірақ ол да құжаттарды рәсімдей алмай жатыр. Соған бола жылайсың ба? Қарағым-ау, дүкенімді жауып тастаса, мен не істеймін? Білесіз ғой, құрбым Маралда 2 айға Түркияға кетті. Маған бас көз бол деп тастап кетті емес пе?
жалға алғаныма да 2 ай енді болады. Дым саспа, өзім реттеп беремін. Ертең ол мәселені шешеміз, деп қолдап кетті ағайы. 2-3 күннен соң шынымен ақ бүкіл керек құжаттарды рәсімдеп Салтанаттың қолына әкеліп берді. Енді дымды да уайымдамай жұмысыңды жасай бер. Бұдан былай жылаушы болма. Бірінші маған айт. Шешілмейтін мәселе жоқ. Шешеміз. Жастар айтпақшы шешу үшін жүрміз ғой деп әзілдесе жұбатты. Көкеу, рахмет сізге. Мен не айтарымды білмей тұрмын. Туған бауырымнан мен осындай ықылас көрмеппін. Онда мен саған туған бауырыңнан артық болайын. Салтуша, сен тек маған айтсаң болды. Көріскенше, күн аман болсын деп Ибрагим ағай қолдау көрсетті. Ағай, кешкісін сізді шайға шақырамын. Өз қолыммен сізге ас әзірлеп шай берейін. Бұл еңбегіңіздің ешқашан өте алмайтынымды білемін. Дегенмен қазақпыз. Наннан үлкен ешкім жоқ. Үйімізге келіп, төрімізге отырып ақбатаңызды берсеңіз. Үйге қонақ келсе балаларым да қуанып қалар еді. Жарайды. Мен әрине келісемін. 4 қабырғаға телмірген жалғызбасты шал болсам да кісі үйін жағалап шай ішпеппін. Бірақ сенің үйіңе қонақ болуға мен дайынмын. Салтуша, мен таңның атысынан күннің батысына дейін 4 қабырғаға телмірмен уақытым өтеді. Телевизор мен интернеттен басқа серігім жоқ. Балаларды осылай көлігіммен тасып жүру мен үшін түк қиын емес деп Ибрагим ағай кешкісін балаларды үйірмеден үйлеріне әкелгенде ұялып тұрған Салтанатқа түсіндіріп жатыр. Ағай, мен сізге ауыртпалық болдым-ау. Қайдағын айтпашы сен қыз. Ненің ауыртпалығы? Үйге кіріңіз ағай. Кешкі асты ішейік. Табалдырықта тұрмаңыз. Жоғарлатыңыз. Ет асып жатыр едім. Охо, ет дегенде бет бар ма? Кірсем кірейін. Қасқыр мен қазақ ет жеп жарыссам міндетті түрде Қазекең жеңеді деп әзілдей жүгіріп, қолын жуып қонақ бөлмеге өтті. Бөлмелерінен киімдерін ауыстырып шыққан балалар тамақ дайын боламын дегенше көкелеріне күнделіктерін көрсетіп, бестік бағаларымен мақтанды. Сырым мен дарын домбыра тартып үйренгілері келетін айтқанда көкелері келесі айдан бастап домбыра үйірмесіне апаруға сөз берді. Балалар бақытты. Ал анасы бойындағысы сезімнің не екенін өзі білмейді. Махаббат деуге келмейді. Не дегенмен жас айырмашылығы жер мен көктей. Бірақ Ибрагим ағаға деген ықыласы ерекше. Алынбас қамалдай көреді ол кісіні. Бар сенері де арқа сүйері де ол кісі. Маралдың келуін асыға күтуде. Жарты жылдан бері Түркия елінде тұрып жатқан Маралдың келуіне тағы жарты жыл уақыт бар. Анкарада келісімшарт бойынша қызмет жасап жүрген құрбысын өте сағынды. Ал тамақ дайын. Қанекей бәріміз дастарханға жиналамыз, деп Салтанат бір табақ етті ортаға қойды. Балалар, отырыңдар. Сырым сенің менің оң жағыма отыр. Дәрін сен кел мұнда сол жағыма отыр. Қазір екеуіңе етті қалай турау керек екенін үйретемін деп Ибрагим ұлға тура әке тәрбиесінің бір көрінісін көрсетті. Салтанаттың тамағына ащы өксік тірелді. Әрі-бері жұталмай дәл кеңірдегіне тіреліп тұрғандай. Көз алдында Асқар елестеп кетті. Дәл осылай екі ұлына мардымды тәрбие беріп, әкелік махаббатынан ада қылмай отыра алмағанына іші күйді. Бір емес 2 ұл өсіп келеді. Әкесіз ертеңгі күні Салтанат оларға әке бола ала ма? Анасына айта алмайтын сырларын бұл екеуі кімге айтады? Белгісіз. Бәрі болашақтың еншісінде. Ау Салтуш, ер азаматтар болып тамақты бастап жібердік. Сен әлі отырсың, телевизорға үңіліп. Тамақтан алсаңшы. Нәзігім сені күтіп отыр емес пе? Осы қыздарды түсінбеймін. Неге кешкі астан бас тартады екен? Деп екі ұлға қарап көзін қысып қойды. Фигура ғой көкеу. Диета. Кешкі ас қыздарды семіртеді екен деп қылжақпастау келген кенже баласы Дарын көкесіне қарап әзілін әкете жөнелді. Болды жігіттер. Ешқандай диета жоқ. Менде нәзігім тамақ жейміз. Қазір сендерге қалдырмай бәрін өзіміз тауысып қоямыз. Иә қызым, деп Салтанат көзіндегі мұңды жасырып қалғысы келді. Бірақ онысынан түк шықпады. Ибрагим ағай әлде қашан байқап қалған еді.
Тек балалардың көзінше жасырып әлек. Кешкі астан соң балалар сабақ жасауға бөлмелеріне кіріп кетті. Ибрахим қалып шай ішпекші. Шай ішу деген жай сылтау. Ол тек Салтанатпен сөйлескісі келді. Не үшін? Кеш бойы көңілдінің ісін істесе де көңілсіз отырғанын білгісі келді. Салтанат шайға тәттілерін әкеліп дастарханға жайғасты. Салтуша, ет керемет болды. Енді мына тәттілерді қалай жесем екен? Көзімнің жауын алып барады. Сенің қолың алтын ғой деп Ибрахим ағай келіншекті бір марқайтып комплимент айтты. Қойыңыз ағай, мені ұялтып тастадыңыз ғой. Аса бір аспаз емеспін. Әйтеуір қолдан келгенше балалар дүкеннің тамақтарынан емес үйдің тамақтарын жегенін қалаймын. Жоқ, шынымен. Сені танымасам аспазшы деп ойлар едім. Әттең, екі асқазаным болғанда ғой деп ағай балаша қуанып күлді. Ағай, мен сізге үлкен алғысымды білдіремін. Не үшін? Тамақтарыңды жегенім үшін бе? Жоға деп Салтанат біреу шымшып алғандай жауап берді. Өзі бұл ісіне ұялып күліп жіберді. Онда не үшін ризасың? Сіз болмағанда мен не істер екенмін? Қаншама проблемамды шешіп бердіңіз. Көмегіңіз үшін ризамын. Сіз болмағанда мен не істер екенмін? Қаншама проблемамды шешіп бердіңіз. Көмегіңіз үшін ризамын. Оқасы жоқ. Біздің қазақ жетімін жылатпаған, жесірін ұзатпаған халықпыз. Алла жетімдік пен жесірліктен сақтасын әрине. Дегенмен сен сияқты келіншекті жалғызбасты ана атандырып, осындай ұл қызға ие бола алмаған еркекті тірілік деуге болады деп Ибрахим ағай өзінің данагөйлігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Өмір болған соң әртүрлі жағдайлар болады, ағай. Дұрыс айтасың. Ех, шіркін, уақыт тым жылдам ғой. Кеше ғана мен де дәл осылай бала-шағамен улап-шулап кешкі ас ішкен адам едім. Ал бүгін міне жалғыз қалдым. Ағай, мен ешқашан сіздің отбасыңыз туралы сұрамаппын. Айтыңызшы, өзіңіз жайлы айтсам айтайын. Менде бір кездер бәрі болды. Қызметте, отбасында. Сен сияқты сұлу жарымда болды. Тек осының бәрі өткеннің еншісінде қалып кетті. Жарым дүниеден озғалы биыл 15 жыл. Балаларымды өзім жетілдірдім. Солардың қас-қабағына қарап, екінші рет үйлену ойыма да кіріп шықпады. Ешкімде өз анасындай болмайды ғой. Болған күнде де тағдыр мені ондай жанға жолықтыра ма жоқ па, ол да беймәлім еді. Орыстар айтпақшы, рис дела благодарнее, кто не рискует, тот не пьет шампанское деп, мен тіпті сол шампанскойны ішуге де талпынбадым. Балаларымның бағымен ойнағым келмеді. Уақыт өз кезегімен өте берді. Екі ұлымның үлкені мектепті бітірген соң ақшқа оқуға кетті. Артынша 2 жылдан соң екіншісі ағасының ізінен кетті. Араға 7 жыл салып, екеуі бірге елге оралды. Екеуін де үйлендірдім. Енді ғана келін алып, немере сүйем ба дегенде келген келіндерім келсап болды. Балаларым келіншектерімен бөлек шығып кетті. Жылына бір немесе 2 мәрте келіп тұрады. Немерелер мені тіпті танымайды да. Келіндерінің бірі театр, бірі орыс ұлтынан. Немерелерім нағашыларына жақын. Ұлдарым да қайын жұртының еншісінде. Екеуі де Астанада тұрады. Мен осылайша жалғыз қалдым. Салтуша, маған да оңай емес. Сенің балаларыңмен уақытымның қалай өткен білмей қаламын. Мен де ата болып, немерелеріме қазақи тәрбие беріп, қазақтың қасиетін бойларына тартам ба деген едім. Ол ойым тек арман болып қалды, деп өмірбаянын айтып бергенде көңілі түсіп кетті. Жүрегіңізді ауыртып, ескі жараның бетін тырнадым-ау. Әй, осымен де тіліме ие бола алмаймын кейде, деп Салтанат ағайдың көңілсіз күйіне өзін кінәлайды. Қоя бер қарғам, сенің кінәң жоқ. Дұрыс қой, аралас құралыс болған соң жақын танығанның еш айыбы жоқ. Сен оданда өзің неге көңілсіз отырдың? Кеш бойы, айтшы, ішіңде нендей мұң бар? Қолымнан келгенше көмектесемін. Сіздің маған жасап жатқан көмегіңіз онсыз да көп ағай. Мен сіздің көңіл күйіңізді одан әрі бұзбайын. Жоқ Салтанат,
Мен де сені жақын танығым келеді. Не үшін күйеуіңмен ажырастың? Ажырасайын деп ажыраспадым, аға. Мен қаламасам да тағдырым қалады. Отбасымды бұзбайын деп қаншама қорлыққа төзсем де, жазымыштан озымыштың жоқ екені рас. Жалпы бұл тағдыр менімен әу бастан мен дүниеге шыр етіп келгеннен бері ойнап келеді. Мені өмірге әкелген соң, жарты сағаттан соң анам көп қан жоғалтып дүниеден өтті. Әкем болса өте момын жан еді. Бір ұл бір қызбен жесір қалған соң, анасын яғни әжемді қолына алды. Әжем біздің ас суымызды дайындап, мектепте шығарып салып күтіп алатын. Әкем тынбай еңбек етті. Мен 7-ші сынып оқып жүргенде ол аты жаман аурудан дүние салды. Ағам екеуміз әжеміздің зейнетақымызбен күн көрдік. Ағам менен 4 жас үлкендігі бар. Әкем дүниеден озғанда ол 10 оқитын. 1 жылдан соң мектеп бітірді. Әжем бауырларын аралап жүріп, ақша жинап ағамды оқуға түсірді. Бірақ ол оқып қарық қылмады. Бұзық балаларға қосылып, арақ ішетін бір күні ішіп келіп, сен қақпас өмірге бекер келген адамсың. Сен адам емессің, ажалсың. Сен туылмағанда қазір анам қасымда болар еді деп мені кінәлады. Мас болған соң мен үндемедім. Есін жиған соң кешірім сұрар деп ойладым. Сөйтсем, кешірім сұрамақ түгілі одан сайын кінәлауын үдетіп жіберді. Отырсам опақ, тұрсам сопақ қылатын. Сөздері өзегімді өртесе де аузымды аша алмайтынмын. Мен мектеп бітірген жылы ағам үйленетінін айтты. Әжем қуанып, тағы да өзінің бауырларының арқасында тойын жасап берді. Үйленген соң басылар деген үміт пайда болды. Басылуына басылды ғой ағам. Ит жоқта шошқа үреді кері келіп, жеңген басымызға әңгір таяқты ойнатты. Үйдің бүкіл тіршілігін әжем екеуміз жасаушы едік. Ал ол болса, жаңа түскен келін болса да ілтипат көрсетпеді. Мен небәрі 2 жыл шыдадым. Көрші үйдегі апайдың айтуымен Асқармен таныстым. Мен тіпті онымен қыз бен жігіт болып ұзақ жүрмедім де. Бірінші кездесуден ақ соңынан еріп кете бердім. Тезірек жеңгемнен құтылғанша асыққаным бекер болыпты. Қайын жұртында мені одан 5 есе зор сорақылық күтіп тұр екен. Дүйім елдің тамақ шайын уақытымен дайындап сиыр ешкісін сауып жүргенімде 10 жыл уақыт өтіп кетіпті.